бақтың да бағын аша білу керек. Таудай талап бергенше бармақтай бақ бер деген қазақ таразыға тартқанда таудай талаптың өзі бармақтай бақтан басым түсе алмайтынын жақсы білген. Бақ бағалағанның басында құт қадірін білгеннің қасына тұрақтайтынын ұмытпайық ағайын. Біздің ата-бабаларымыз бақтың өзінің бағын ашып, жеті ұрпағына мұра қылып қалдырып отырған. Қалай деген сұраққа әңгіме барысында көз жеткізерсіздер. Ертеректе ағайынымыздың қызы тұрмыс құрды. Апамыз қыз атаулының көріктісі, әйел затының естісі еді. Ақылына көркі сай, қызға ұсыныс білдірген жігіттердің ұзын сонар санында есеп жоқ болатын. Ауданның алды болып жүрген бір жігіттің етегінен ұстады. Күйеуі де, енесі де қыздың қадірін білмеді, бағын аша алмады. Жібекті түте алмаған жүн қылады, қатынды күте алмаған күн қылады дегендей, отырса опақ, тұрса сопақ қылды. Жылға жетпей апамыз әбіржіп кетті. Бірде әжемнің, «Ей, баға ашылмаған сормаңдай қыз» дегенін естідім. Мына дүниеден өлген бейбақтар әулетіне келген бақтың бағасын білмеді-ау. Қызымыздың бағы аша алмады деп кейгені есімде. Көп замай апамыз ажырасып кетті. Араға жылдар салып, қаланың жігітіне тұрмысқа шықты. Енесі де, күйеуі де етек жеңі кең, бір келісті адамдар болып шықты. Апамыз сол әулетке барғаннан көктемде гүлдеген алмағашындай құлпырды. Өңі жарқырап, реңі ашылды, істері алға басты. 10 шақты ұл мен 10 шақты қыздардың асыл анасы атанды. Жылдан жылға күйеуінің қызметі өсті, абыройлары өрледі. Бүгінде апамыз бір әулеттің емес, бір елдің бара бәйбішесі. Менің бағымды, иманды болғыр енем ашты. Жақсылығымды асырды, жамандығымды жасырды. Балалығымды кешірді деп, көрген сайын көзіне жас алады. Анасы күнде алғысын жаудырып отырғасын, баласы да маған мейірімін төкті. Күн шуағын төксе, жер жемісін бермей ме? Бауырым деп, апам да маған мейірленіп қарап қояды. Сол айтпақшы, басымызға келген бақтың да бағын аша білейік ағайын. Ол үшін жұмысқа жаңа тұрған жас маманның бағын ашатын басшы болайық. Жаңа түскен келіннің келешегін кемел болуына септігін тигізетін ата ене болайық. Алған жарымыздың жанына жара түсірмей, бағын ашатын асыл жар болайық. Бауырлар, басқаның басындағы бармақтай бағын аша білгеннен артық бақыт бар ма? Мына 5 күндік жалғанда.